Тағдыр мәселесі. Тағдырдың түске кіру екі халде болады. Біріншіден, айна және сандармен түске кіруі. Бұл жорылатын түстер. Екінші, түсіңе не кірді, сол өмірде тура солай орындалады. Бұл мәселе жайлы алдын ақпарат салынып қойды, профилден көрсеңіз болады. Ал енді айна және сандарды айтатын болсақ, бұл сенің тағдырыңда бар, немесе сенің ниет қалауыңмен жақсы болсын, жаман болсын өзгеретін тағдырды білдіреді. Мысалы, Құран кәрімнің түске кіруі Алланың қалауымен, саған деген қамқорлығымен тағдырда өзгеріс болатын білдіреді. Ал айна және сандар сенің іс-әрекетің мен ниетіңе нәтижесімен өзгеретін тағдырды білдіреді. Негізінде барлығы Алланың қалауымен болады және бәрін Алла қалап береді, ал оны түсіңде көру бұл бір белгі болмақ адамға. Сан мәселесінде адам анық көрсе, ол санды тағдырға жорылады. Мәселен, өзі қағазға 123 немесе 785 деп жазып отырса, бұл тағдырға жорылатын түстер. Ал сандарды көрмей айтса, мысалы, біреу 2000 немесе 20.000 берді деп жатса, немесе сонша теңге беріп жатыр деп ойласа, бұл тағдыр түсі емес. Ал айнаға келер болса, ол оңай, не киіп тұрсың, сол тағдырың. Ескере кететін жай, ол жерде тек киім емес, көңіл күй мен дене пішінде қаралады. Әдеттегідей видеоны соңына дейін көрсеңіз, ештеңе болмайды.